Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ұлағат. Бүгін біз тағы да Interactive Brokers мобилді қосымшасы арқылы, яғни iBKR Mobile арқылы биткоинді қалай сатып аламыз, сонымен танысатын боламыз. Мұндай мүмкіндіктің бар екенін білмеген шығарсыздар. Биткоинді осы уақытқа дейін тек қана Binance немесе Coinbase сияқты крипто биржалар арқылы сатып алып жүрсек, қазір ресми брокерлер арқылы сатып алуға болатын мүмкіндік пайда болды, және ол мүмкіндіктің пайда болғанына небәрі 10 күн болды. Сіздерге бүгін мысал ретінде биткоинді сатып алып көрсететін боламын. Бұл видеодан білетін ақпараттарыңызды сіздер орыс тілді каналдардан да таппайсыздар, сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Арнамызға жазылып, видеоға лайк басып қойыңыздар. Бастамас бұрын ескерту: біздің арнамыздың бағыты тәжірибемен бөлісу, инвестиция жасаудың ең қауіпсіз жолдарымен таныстыру, қаржылық сауаттылықты арттыру бойынша пайдалы контенттер шығару. Біз ешқашан мәлім бір активті сатып алыңыздар немесе сатып жіберіңіздер деп кеңес бермейміз, инвестициялық кеңес бермейміз ешқашан. Егер сіз қандай да бір активті сатып алсаңыз немесе сатып жіберсеңіз, ол сіздің жеке жауапкершілігіңіз, жеке өз басыңыздың шешіміңіз болып есептеледі. Сонымен биткоинді қалай сатып аламыз? ETF арқылы. Әлемде тұңғыш болып бірінші рет биткоинға ETF-ті Канада үкіметі мақұлдады. Канадада бірінші болып ETF ашылды криптовалютаға, криптовалютаның ішіндегі биткоинға. Бұл ETF-тің ашық саудаланып жатқанына уже екінші апта кетіп жатыр. Бұл Канадада, яғни Торонто Stock Exchange, Канаданың биржасында ресми түрде саудаланатын ETF. Жалпы Америка құрлығына қолжетімді, ресми брокерлер арқылы жұмыс жасайтын жалпы әлемдегі барлық инвесторларға қолжетімді. Алдымен ETF дегеніміз не? Сол туралы қысқаша айта кетейік. ETF дегеніміз ашып айтқанда Exchange Traded Fund, аударсақ биржалық инвестиция қоры. Бұл дегеніміз фонд, былайша айтқанда акцияға өте ұқсап кетеді. Акцияда жасайтын операциялардың бәрін ETF-те жасай аласыздар. Оның өзінің тикері болады, акция сияқты коды. Акциямен айырмашылығы қандай? Ең негізгі айырмашылығы, акция дегеніміз қандай да бір мәлім компанияның активі болса, ETF дегеніміз бір ғана компанияның емес, бір секторда, бір салада жұмыс жасайтын көптеген компаниялардың активтерін қамтиды. Мысалға, алтынға ETF болады, қандай да бір индексқа ETF болады, экономиканың қандай да бір секторына арналған ETF болады. Мысалға, жасыл энергетика саласындағы компанияларға арналып ашылған ETF, қандай да бір мемлекетке арнап ашылған ETF-тер болады. Мысалға, Қазақстанның экономикасына арнап ашылған ETF Россияда саудаланады. Егер сіз инвестицияны мәлім бір компанияға емес, қандай да бір экономиканың бір секторына, қандай да бір салаға жасағыңыз келсе, онда ETF сатып аласыз. Мысалға, сіз жасыл энергетика саласына сенесіз, болашағы бар, жалпы осы салада жұмыс істейтін компаниялардың акциялары болашақта өсуі мүмкін деп ойлайсыз. Бірақ бұл салада жұмыс істейтін қанша компания бар? 50 деген, 100 деген компаниялар болады, жасыл энергетика бағытында жұмыс істейтін. Сіз сол компаниялардың бәріне анализ жасап, қайсысын сатып аларыңызды білмей жүргенше, жалпы осы секторға арналған ETF-ті сатып алсаңыз болады. Сіз ETF-ті сатып аласыз, ол сатып алған ақшаңызға ETF-ті құрған фонд сол секторда жұмыс жасайтын ең маңызды, перспективасы ең жоғары компаниялардың акцияларын алып отырады. Яғни, қандай да бір ETF-тің түбінде мәлім бір активтер жатады. Немесе Америка нарығына қатты сенесіз, Американың нарығы үздіксіз өседі деп ойлайсыз, бірақ Америкада қаншама компаниялар бар, қайсысын теріп, қайсысын бөлек сатып алып жүресіз. Сіз бас ауыртпай S&P 500 индексіне арналған ETF-ті сатып алсаңыз болады. Сол индекспен бірге сіздің салған ақшаңызда өсетін болады. Бұның бәрі нені түсіндіреді? ETF қандай да бір болымсыз нәрселерге, шылақ нәрселерге ашыла бермейді. Бұл қандай да бір инвесторлардың сеніміне ие болған, инвесторлардың сұранысына ие бір индустрияға, бір индексқа, қандай да бір алтындарға, құнды металдарға ашылуы мүмкін. Міне биткоинда сол дәрежеге жетті ақыры. Биткоинға ETF-ті сатып алдым деген сөз, биткоиннің өзін сатып алдым деген сөз. Ақшаңызға ETF-ті сатып аласыз, ол ETF, яғни қор, сіздің ақшаңызға физически биткоинді сатып алатын болады. Бұл яғни инвестиция жасаудың ең пассивті, ең қауіпсіз түрі. Өйткені физически биткоинді сақтау өте қиын, білесіздер. Ең қауіпсіз жолы, мысалға, холодный кошелек болса, жаңағындай қандай да бір устройство, флеш-картаға ұқсайтын, соны ең қауіпсіз әдісі деп ойлайды, бірақ ол да бір электроника ғой, оның да сынып қалмасына кім кепіл, жоғалып қалмасына кім кепіл. Ал Binance сияқты крипто биржаларда сатып алуға болады. Мен де осы уақытқа дейін сатып алғам. Онда Ethereum, Ripple, Bitcoin және Zilliqa бар менде.
Оларда да автоматты түрде блокчейн кошелек ашылып сақталады екен, бірақ мен интернеттен бір емес бірнеше жерден ақпараттар естідім. Ондай кошелектен де криптовалютаның жоғалуы мүмкін деп. Бұл дегеніміз оның өзі де максималды қауіпсіз емес деген сөз. Ал ETF-ті сатып алсаңыз, ол биткойнның сақталуына, қауіпсіздігіне сол қор жауапты береді. Оның арнайы командасы болады, қандай да бір дата-центр құруы мүмкін, гигантский холодный кошелек былайша айтқанда. Сол жерде сақталады қауіпсіз түрде. Сіз оған бас ауыртпайсыз, жоғалып кете ма, жоғалмай ма деп. Сол үшін де әлемдегі көптеген инвесторлар криптовалютаға қандай да бір ETF-тің ашылуын төрт көзбен күтті. Ақыры ол да орындалды. Бірақ Америкада емес, бір қызығы Канадада болды. Сонымен неден бастаймыз? Бірден iBKR Mobile терминалын ашып сатып ала салуға келмейді. Егер жай ETF болса, алтынға бұрыннан ашылып кеткен, жаңағындай қандай да бір индексқа ETF-тер болса, оны сатып ала бересіздер. Олар риск төмен активтерге жатады. Ол пассивті. Ал бұл ETF, бұл да пассивті. Бірақ бұл биткойнға болып тұр ғой, криптовалютаға. Ал криптовалюта дегеніміз өтімділігі ең жоғарғы актив болып тұр бұл күндері. Бір күннің ішінде 10%-ға құлап, 10%-ға түсу деген қалыпты жағдай бұлар үшін. Сондықтан бұған арнайы рұқсат алуға тура келеді. Неден бастаймыз? Мен поддержкаға жаздым, сіздер үшін чатты сақтап алып қалдым. Қазір ашып көрсетейін сіздерге не айтқан. Мінекей, мынау 1 мартта ғана болған чат. Я хочу купить канадский ETF на биткоин. Бірақ не получится, осылай сұрадым. Нәтижесінде не белгілі болды? Маған рұқсат алу керек екен. Сложные биржевые продукты, ETP. Бұған доступты ашу үшін сізде тәжірибе болу керек. Не опционды, не фьючерсті 2 жыл саудалап айналысқан болуыңыз керек, және акцияға деген 2 жылдық кемінде опытыңыз болу керек. Сосын жылдық таза табысыңыз $45,000 жоғары болу керек па? Қазір мен дәлін айтам сіздерге. Сондай талаптары бар. Яғни сіз настройкаға өтіп, шотыңыз туралы ақпаратты өзгертуіңізге тура келеді. iBKR клиент порталына өтіңіздер, кіресіздер. Сол жақтағы басасыздар. Настройка счетаға басасыздар. Мінекей, қараңыздар, финансовая информация. Осындағы мәліметтерді дәл осылай өзгертулеріңізге тура келеді. Осыдан жоғары болса болады талаптар, бұдан төмен болуға келмейді. Яғни таза жылдық табысыңыз $45,000 жоғары болу керек. Фьючерсқа, акцияға немесе опционға деген тәжірибеңіз 2 жыл немесе одан жоғары болу керек. Мұнда шестеренканы басасыздар. Мінекей, қараңыздар, мынау менің жаңартылған мәліметтерім. Акция 3 жыл, бұл шынымен де шын ақпарат. Опцион 2 жыл, фьючерс 2 жыл, знание хорошее, немесе одан жоғары болу керек. Сосын ең маңыздысы жаңағы биткойнға деген ETF-ті сатып алу үшін сложные биржевые продукты ETP. Осы керек бізге. Осыны талдайсыздар, соны весь мир қылып талдайсыздар. Ал осыны қолжетімді қылу үшін бізге біріншіден фьючерс, опцион, акция. Осыған 2 жылдық тәжірибе, сосын кемінде хорошее знание, сол керек болады. Сосын жылдық табысыңыз $45,000 төмен болмау керек. Солай обновить етесіздер. Міне жерде Канаданы қосып қойған, бұл міндетті түрде емес, ол канадалық ETF болғанымен әлемдік, жалпы әлемге бірдей саудаланады. Сондықтан мынаны қоспай қойсаңыздар да болады. Осыларды өзгертіп болып, тұрақтандыруға өтініш берген кезде сіздерге ескерту шығады. Мынандай, қазір көрсетейін, скрин жасап алып қалғам. Алдымен фьючерсқа деген доступты алуға сізге бұндай талап қойылады. Собственный ликвидный капитал $50,000 кем болмау керек. Және жылдық таза табысыңыз $45,000 төмен болмау керек. Немесе ликвидный собственный капитал 100,000-нан артық болу керек. Бұл немесе, міндетті түрде емес. Мынаның алдындағылар міндетті түрде. Сосын опционға да. Опционға жаңағындай талап бар. Сіздің шот ашудағы мақсатыңыз капиталды сақтау және өсіру емес. Прибыль от активной торговли и спекуляции. Осыны талдауыңыз керек. Біреуін міндетті түрде. Бұл өйткені спекулятивті инструментке жатады. Опцион дегеніміз өте қауіпті. Бұнымен тәжірибесі жоқ адамдар айналыспаған дұрыс. Опцион деп сіздер бинарный опционмен жатыстырмаңыздар. Алимтрейд, малимтрейд, школьниктер айналысатын. Ол нағыз опцион, ол күрделі
инструментке жатады. Сол сияқты міне тағы басқа бірнеше талаптары бар. ETP-ға деген, опционға деген. Керек болса видеоны паузаға қойып көріп алыңыздар. Содан кейін бәрін өзгертіп болып өтінішті жібергеннен кейін 24 сағат уақыт керек болады. Мында сіздерде обрабатывается деп тұрады. Сізге рұқсат бере ма, бермей ма, өтінішіңізді қарастырып көретін болады. Менің жағдайымда бәрі жақсы өтті. 24 сағаттан кейін бәрін мақұлдады. Менде фьючерс бойынша шынымен де тәжірибе бар. Екінші жылға кетіп барады. Бірінші жылында өте белсенді айналысқам скальпингпен. Екінші жылдан бастап жайлап оборотты азайттым. Ол ұзақ жыл айналысуға келмейді. Одан кейін интрадей, енді жайлап негізінен тек қана барлық күшімді осы инвестицияға шоғырландыруға тырысып келем. Әрине 10 жылдың алдында студент кездерімізде бинарный опцион, форекспен айналысқан кездеріміз болды. Ақмақ сияқты, өйткені ол кезде білім жеткіліксіз болды. Олардың жаңағыдай кухня екенін түсінбедік. Кейін осы қор нарығына өту арқылы нақты білімдер пайда бола бастады. Ал опционмен мен айналысқан емеспін, шыны керек. Бұны өтірік жазып жібердім 2 жылдық тәжірибе деп. Бұны жазбауға да болатын еді, өйткені талапта не фьючерс, не опцион деген, екеуі бірдей болсын демеген. Сондықтан бұны мен артық жазып жібердім ғой деймін. Мен сияқты жалған ақпарат жазыңыздар деп кеңес бермеймін, бұл дұрыс емес. Бұл жерде менің өзімнің жеке жауапкершілігім бар. Ал акцияға келсек, шынымен де акция бойынша тәжірибе 3-ші жылға кетіп барады. Мыналар дәл қазір маған рұқсат берілген активтер: фьючерс, опцион, акция. Мыналар рұқсат етілмеген. Бұларға запрос жіберуге болады, егер тәжірибеңіз жеткілікті болса, әрине. Бұл мәліметтердің бәрін интерактив брокерс не үшін сұрайды, не үшін жинақтайды? Клиенттің құқығын қорғау үшін. Сіздің тәжірибеңіз шынымен де жеткілікті ма? Өйткені бұл шынымен де риск өте жоғары актив болады. Бұл жерде ақша табатын адамдардан көрі ақша жоғалтатын адамдардың саны көп. Егер ақмақтықпен қандай да бір өзіңіз білмейтін территорияға кіріп кетсеңіз, маржамен, кредитное плечомен сделка ашып жүрсеңіз, сіз ақшаңыздан оңай айырылып қалуыңыз мүмкін. Сол үшін брокер осы мәліметтеріңізді жинақтау арқылы, сізге қол қойдыртып алу арқылы өзіне страховка жасайды. Бұл шынымен де өте дұрыс қой. Егер сіздің қаржылық жағдайыңыз, жылдық табысыңыз, тәжірибеңіз бұған жеткіліксіз болса, бұл жерге басыңызды сұғып керек емес. Келген клиенттердің бәрі ақшасынан айырылып, тайып тұрғаны оларға тиімсіз. Сондықтан шынымен де фьючерсқа, опционға, акцияға деген тәжірибелеріңіз жоқ болса, бұл жерге биткоин сатып алу үшін жалған мәліметтеріңізді енгізбеңіздер. Жалған мәліметтеріңізді енгізсеңіздер де олардан отказ келіп шығуы мүмкін. Өйткені сіз кеше ғана шот ашсаңыз, ол кезде мәліметті бір жыл деп қана толтырған болсаңыз, енді бүгін қайтадан обновление жіберіп жатсаңыз, ал ол жерде 2 жыл деп жазылып тұрса, олар әрине күмәнданады. Отказ беруі мүмкін, не болмаса құжатты түрде дәлелдеңіз деуі мүмкін тәжірибелеріңізді. Сондықтан бұған көңіл бөліп қараңыздар. Сонымен рұқсат алғандарыңызды алдыңыздар, алып болғаннан кейін сатып алу үшін не істейміз? iBKR Mobile терминалын қосыңыздар. Мінекей портфелімізге өттік. Енді іздеуді басасыздар. Тикерді тересіздер, ETF-ке арналған. Канадалық биткоинға арналған ETF-тің тикері BTCC деп аталады. Қараңыздар, канадалық доллармен бар және ақш доллармен бар. Бізге ақш доллармен керек. BTCC.U. Акцияны басыңыздар. Мінекей, февральдың 20-шынан бері ғана жұмыс жасап келе жатқан жаңадан туындаған ETF. Бұның болашақтағы графигі биткоин қалай сызылады, тура солай сызылатын болады. Қазір бір ETF-тің құны $9.65 екен. Менде 10 ETF сатып алынған алдыңғы күні. Ол $9.41 орындалыпты. Примерно осы бағамен. Енді бүгін тағы да $100 сатып алатын боламыз. Қатты көп мәлімет жоқ. Жаңадан туындаған ETF. K-профайлды басып көрейік. Большыны басыңыз. Вот мінекей профил и сборы. Мақсат. The fund has been created to buy and hold it in long-term holdings of Bitcoin. Яғни фонд құрылған не мақсатта? Сатып алуға және ұзақ мерзімге ұстап тұруға биткоинді. Басқа ешқандай мәліметтер жоқ. Кейін пайда болуы мүмкін. Сонымен сатып алуға көшейік. Купитті басамыз. Мөлшерін жазамыз. Маған
10 ETF керек. Ордердің бірден орындалғанын қаласаңыздар, рыночный ордерді басасыздар. Немесе нақты бір бағаны қойғыларыңыз келсе, сол бағамен орындалсын деп, онда лимит ордер күйінше қалады. Мұнда қай жоғары ма төмен ба өз бағаларыңызды қоясыздар. Маған бірден орындалғаны керек, рыночный ордерді басамын, оңға қарай тартамыз. Мұнда ескертіп жатыр, баға ауытқуы мүмкін, 5-10 минут кешігіп келеді өйткені. Иә. Тағы бір рет ескертіп жатыр. Принять и продолжить. Мінекей, ордер орындалды. Биткоинға арналған канадалық ETF-тің 10 штугын сатып алдық. Подробно басайық. Просмотр сделок. Басыңыздар. 10 штук ETF. Орташа баға $9.67 орындалды. Комиссия $1 жетпейді, 98 цент. Мінекей болды. ETF-ті сатып алу дегеніміз акцияны сатып алумен ұқсас. Қарайық. Саны қазір өзгерген болу керек, 20 боп. Менде 10 болған. Биткоин. Позиция 20. Қазір 20 ETF менің портфелімде тұр. Биткоин. Енді мен трейдинг вьюға отметка жасап қояйын, өзімнің әдетім. Биткоин. Айды таңдайық. Биткоинді мен 2 рет сатып алған Binance'пен. Біріншісі мына кезде, мына бағада 23 мың кезде, одан кейін 30 мың болған кезде. Бұлар қазір Binance биржасында тұр. Енді мұнда отметка қойуым керек. Примерно осы бағада. Менде жалпы 20 ETF болды. 20 BTCC I B K R. Болды, осылай қысқаша жаза салам. Бұл маған не үшін кейін визуализацияға жақсы болады. Баға түсіп кетіп жатса, тағы да қосымша сатып алып жатсаңыз. Биткоинді сатып алған екенсіз, тек қана биткоин емес, кез келген криптовалютаны сатып алған болсаңыз, өзіңізге оптимизм қоймаңыз, ол өседі деп, өйткені ол түсіп кетуі әбден мүмкін. Қазір өйткені көптеген сұрақтар бар, бұл криптовалюта туралы дау туғызып жатқан. Бұның болашағын ешкім білмейді. Сондықтан бағасының құлауына дайын болыңыз. Және құлап жатса, сатып аласыз ба, алмайсыз ба, соны алдын ала шешіп алыңыз. Және сол шешіміңізді кейін өзгертпеңіз, ең жақсысы. Мысалға мен қазір биткоиннің құны $50 мың болып тұрған кезде алдым ғой, 20 ETF. Енді келесі таргетті қоям примерно. Келесі таргет менде 34 мың болады. Енді баға құлап 34 мыңға жетсе ғана мен сатып алам. Қалған кезде сатып алмайым. Таргет 2 18 мың. Бұны алдын ала ойлап шешіп алғам. Болды. Осы 2 точкадан сатып алам, егер осы деңгейге жетіп атса құлап. Бұдан ары қарай құласа, ешқандай сатып алу жасамаймын. Одан ары қарай құласа, салған ақшаңыз жоғалт дей беріңіз. Шынымен де достар, қалжыңсыз биткоин, криптовалюта бұл риск өте жоғары актив. Ең жақсысы акция алған дұрыс әрине. Егер тәуекелшілдікке барғанды жақсы көретін адам болсаңыз, онда капиталыңыздың 5%-ын, ары кетсе 10%-нан асырмаңыз. Ең жақсысы жоғалып кетсе ештеңе етпейді дейтін ақшаға алыңыз. Бұл актив акцияға мүлде ұқсамайды. Видеомыздың соңында бірнеше көзқарастар туралы айтып жіберейік, аргументтер туралы. Биткоин немесе криптовалюта жалпы өседі дегенге қандай аргументтер бар? Қарайық. Күн сайын осы криптовалютаға қызығушылық тудырып келе жатқан инвестициялық компаниялардың саны өсіп келеді. Мысалға, Илон Маск $1,5 миллиард биткоин сатып алып бастады. Жарайды, ол хайпты жақсы көретін адам, хайп деп ойласақ та, ал MasterCard, Visa, PayPal сияқты компаниялардың криптовалютаға қызыға бастауы жай қарайтын тақырып емес сияқты. The Motley Fool деп аталатын консалтинг компаниясы, ол да жуық арада биткоин сатып алу жоспары бар екенін жариялады. Ал керісінше өспейді, криптовалюталардың бәрі құлайды дегенге қандай аргументтер бар? Қарайық. JP Morgan Chase сарапшылар айтады, биткоинға деген қызығушылықтың шектен тыс артуы оның корреляция жасауына алып келеді. Осының салдарынан ірі инвесторлар үшін криптовалюта тек қана спекуляция инструменті болып қалып жатыр. Ал бұндай инструмент диверсификация жасауға өте тиімсіз. Бір апта бұрын Билл Гейтс биткоинді тағы да сынға алды, бірақ бұл жолы ол экологияға акцент жасады. Биткоинді өндіру, майнинг жасау өте көп мөлшерде
электр қуатын қолданады. Ал бұл қоршаған ортаға өте зиян. Уоррен Баффет та Билл Гейтспен қосылатын сияқты. Ол айтады, криптовалютада фундаментальды құндылық жоқ. Ол да Билл Гейтс сияқты ешқандай өнім өндірмейтін активтердің жақтаушысы болғысы келмейді. Криптаны сатып алдым деген сөз, ол тек қана үміт. Болашақта басқа адам менен тіпті де жоғары бағада сатып алуы мүмкін деген дейді. Қандай себептер криптовалюталардың құлауына алып келуі мүмкін? Сарапшылардың көбісі ойлайды, биткоин бұл цифрлы алтын деген статусты алуға әлі лайық емес. Егер жалпы қор нарығында үлкен паника болса, кризис болса, бұл актив сіздің портфеліңізді қорғап қала алмайды. Ол акциялардан да жылдам бағамен құлауы мүмкін дейді. Және де бұл нарықты реттеу әлі күнге дейін жүзеге асырылған жоқ. Регуляторлардың қолы әлі тие қойған жоқ бұларға. Кез келген мемлекет криптовалютадан қандай да бір қауіпті көрсе, оны оп-оңай шектеп тастауы мүмкін. Соның салдарынан ең ірі инвесторлар криптовалютадағы пайдасына фиксация жасағысы кеп жаппай сатуды ұйымдастырса, бұның бағасы бірден жерге құлауы мүмкін. Бұл пікірлердің бәрі негізсіз емес, достар. Ripple'ды білеміз, XRP. Ripple және америкалық комиссия SEC арасында қазір сот болып жатыр. Аяғы немен аяқтайды, белгісіз. Соның салдарынан қазір Ripple бірден-бір өспей қалған криптовалюта. Бағаны ашып көріңіздер, графикті әлі төмен деңгейде тұр. Мінекей достар, өздеріңіз көрдіңіздер, позитив та жоқ емес, негатив те жоқ емес. Сондықтан сатып алам деп шешсеңіздер, қандай жолмен сатып алсаңыздар да, диверсификацияны ұмытпаңыздар. Интернеттен көріп біліп жатырмыз, бүкіл соңғы ақшасын осыған салып жіберіп, қол қусырып қарап отырған адамдарды. Ол үлкен ақымақтық. Сіздер ондайды қайталамаңыздар. Бүгінше осы. Көпшілік сіздерді биткоинді сатып алудың ең жаңа, ең сенімді әдісімен таныстырдым. Бұл видеоны пайдалы деп білсеңіздер, лайк басып, мүмкіндік болса әлеуметтік желіде бөлісіп қойыңыздар. Мүмкін таныстарыңыз, достарыңыз бар шығар осындай контент іздеп жүрген. Соларға жіберіп қойыңыздар. Ол менің каналыма азғантай болсын кішкентай көмек болады аудитория жинауға. Сұрақтарыңыз болса комментке жазыңыздар. Бәріне мүмкін бар білгенімше жауап беремін. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.